Сәлем, достар. Менің арнама қош келдіңіз. Мұнда жүректі тербейтін, өмірден алынған әсерлі әңгімелерді бірге оқимыз. Егер сізге де терең мағына, шынайы сезім, тылсым оқиғалар ұнайтын болса, дұрыс жерге келдіңіз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алда сізді талай қызық, жүрекке жететін оқиғалар күтеді. Жеңгесі мен қайын сіңісі туралы әңгіме. Соңына дейін тыңда. Арайлым жас, пысық келін. Үйге сіңіп енесінің, қайын ағаларының көңілінен шығып үлгерген. Бірақ бір адаммен ғана тіл табыса алмай-ақ қойды. Ол күйеуінің жалғыз сіңлісі 17-дегі Марал. Марал мектеп бітіріп, енді ғана өз өмірін бастағалы тұрған өтпелі шақтағы қыз. Ағайын туыстың көзінше елгезек көрінгенімен, Арайлым екеуінің оңаша қалуы мұң көзін аудара салмай, беті ашық кекесінмен сөйлейтін. Осы шайға неше қасық қант салдың? Жейдеңді өзің жуып үйрен, мен қызметші емеспін. Маралдың әр сөзі шаншу, әр ісі ілік. Арайлым да үндемей жұта бермейтін. Әпкелі сіңілідей боламыз деген ойы күн сайын алыстай түсті. Бір күні Арайлымның алтын жүзігі жоғалды. Жақында ғана туған күнге сыйғалған. Іздеумен үйдің астан кестеңін шығарды. Сол кезде өз көзіне өзі сенбей қалды, жүзік Маралдың сөмкесінен шықты. Бұл не? Деп ашуға булыққан Арайлым Маралға қарап қалды. Мен тек қарап көргем. Қайтармақ болдым деді Марал жылап. Бірақ Арайлым бұрылып кетті. Іштей, енді ешқашан сенім болмайды деді. Бірақ нағыз өзгеріс келесі оқиғадан кейін басталды. Осы оқиғадан кейін үй ішінің ауасы өзгерді. Арайлым мен Марал бір үйде тұрса да, бір-біріне жат адамдай болып кетті. Бұрынғыдай дастархан басындағы жеңіл әңгімеде қалжыңда жоғалды. Марал өзін кінәлі сезінді, бірақ қалай кешірім сұрарын, қалай бәрін орнына келтірерін білмеді. Арайлым болса көңіліне салмақ түсіргісі келмей, барынша бейтарап болуға тырысты. Бірақ ішкі ренішті жасыру оңай емес еді. Таңертең шай ішесің бе? Деп сұрады Марал бір күні бұйығы үнмен. Ішіп қойдым, рахмет деп қысқа қайырды Арайлым. Күйеуі Азаматта бұл өзгерісті байқамаған жоқ. Бірақ екі жаққа да сөз өткізе алмады. Бірі қарындасы, бірі жары. Ол да араларына көп араласқысы келмеді. Күндер осылай өтіп жатты. Арайлымның жүрегі баяғыда жылынған Маралдың бала күлкісін, алғаш үйге келгенде өзіне жақындамақ болған сәттерін сағына бастады. Бірақ әлгі жүзік бәрін жоққа шығарғандай еді. Бір күні енесі Жанар апай екеуін бір бөлмеге жинап алды. Екеуің де мен үшін қымбатсыңдар. Бірақ мына үнсіздік бұл үйге жат. Қашанғы бет жыртыспақсыңдар. Келін сен, үлкенсің, түсіністік таны. Марал, сен әлі жассың, қателесуге хақың бар. Бірақ кешірім сұрауды үйрен. Өмір бойы осылай жүрмейсіңдер ғой. Бұл сөздер жүрекке тиді. Жанар апайдың сөзінен кейін үйде біртүрлі тыныштық орнады. Арайлым өз-өзімен көп ойланып жүрді. Марал да көзге түспей, барынша тыныш болуға тырысты. Бірақ бәрінің шешімін бір оқиға өзгертті. Бір күні Арайлым жұмысқа шығып кеткен. Үйде тек Марал мен Айша Арайлымның кішкентай қызы қалды. Ауа-райы күрт бұзылып, дауыл тұрып, жарық өшіп қалған. Айша қатты қорқып, жылап жіберген. Марал сасқан жоқ. Баланы құшағына қысып, жұбатып, шам жағып, жанынан бір елі тастамады. Жарты сағаттан кейін Арайлым үйге келгенде, Айша Маралдың құшағында ұйықтап жатқан еді. Ана жүрегі бірден сезді, Марал шын жанашырлық танытқан. Сол сәтте көзіне жас келіп, жүрегі еріп сала берді. Рахмет саған деді сыбырлап. Марал басын изеп үнсіз қалды. Бірақ көзінен жылт еткен өкініш пен сағыныш бәрін айтып тұрды. Мен кешірім сұрағым келіп жүр көптен бері деді Марал ақырын. Сол жүзікті мен әдейі алған жоқпын. Ұнаған соң қарап көрем деп едім, қорқып қалдым. Балалық болды. Арайлым көзін төмен салды. Қанша ауыр болса да іштей, бұл шын кешірім деді. Бұл екеуінің арасындағы алғашқы нағыз ашық әңгіме еді. Кеш сол күні ерекше тыныш өтті. Үйде бұрынғыдай салқын қабақ, сезілетін ауыр ауа жоқ. Арайлым мен Марал бірге шай ішіп отыр. Бұл алғаш рет екеуінің үнсіз отырмай, ашық сөйлескен кеші болды.
Марал, деді Арайлым жұмсақ үнмен, сенің орның бөлек. Үйдің кенжесі болсаң да, есейіп қалдың. Мен сені сіңлімдей көрем, бірақ сол жауапкершілікпен қатты кетіппін. Марал бір сәтке көз жасын жасыра алмай жылап жіберді. Мен де көп нәрсені түсінбедім. Тіпті сені көре алмадым ба деп қорқам. Ерке болдым. Бірақ сенің де жүрегің бар екенін кеш түсініп жатырмын. Сол сәтте араларындағы бұрынғы реніш, түсініспеушілік, ұрыс-керіс бәрі жіпке тізілгендей тарқап кеткендей болды. Кел, жаңа парақтан бастайық, деді Арайлым қолын созып. Марал да қолын ұсынды. Екеуі көздеріне қарап, үнсіз жымиды. Бұл үнсіздік бәрін айтқандай еді. Күндер өте берді. Үй ішіндегі көңіл-күй бұрынғыдан мүлде бөлек еді. Арайлым мен Марал енді бір-бірінен ештеңе жасырмайтын сырласқа айналды. Бір күні Арайлым Маралға шай дайындап беріп отырып, сенің сурет салатыныңды білмеппін. Нағыз талантсың ғой, деді. Марал ұялып, сен байқаған бірінші адамсың деп күлімсіреді. Арайлым бірден күйеуіне айтып, Маралдың суреттерін Инстаграмға шығарып, парақша ашып берді. Жан-жақтан жылы пікірлер, қолдау келіп жатты. Сен өзіңе сенбесең де, мен саған сенем, деді жеңге жүрек сөзін жеткізіп. Екеуі кешкілік шай ішіп отырып, ескі естеліктерге күліп отыратын болды. Бұрынғы ұрсыз, түсінбеушілік енді тек сабақ болып қалған. Маралдың Инстаграм парақшасы аз уақыт ішінде мыңдаған жазылушы жинады. Оған тапсырыс берушілер де көбейе бастады. Бұл оның өміріндегі алғашқы үлкен табысы еді. Бірақ ішкі сенімсіздігі әлі де бой бермейтін. Жеңге, мен шынымен мықтымын ба, әлде адамдар жай мақтай ма? Деді бір кеште. Арайлым жымиып қойып. Мықты емессің. Марал сәл шошып үнсіз қалды. Сен кереметсің. Мықтылық, жай қабілет. Ал сенің жаның таза, жүрегіңмен саласың. Бұл сирек қасиет, деді Арайлым көзін тайдырмай. Сол сәттен бастап Марал өзгерді. Ол енді жасқанбай, өз пікірін ашық айтып, жаңа идеяларын жүзеге асыра бастады. Ал Арайлым әрқашан қасында. Кеңесші, қолдаушы, жақын жанға айналды. Бұрын мен сені түсінбеппін, жеңге, деді бір күні Марал. Мен де сені. Бірақ уақыт бізді жақындатты, деді Арайлым. Маралдың дизайнер ретіндегі алғашқы үлкен көрмесі Алматыда өтетін болды. Бұл оның бала күннен армандаған сәті. Апта бойы ұйқысы қашып, уайым мен толқу аралас күйде дайындалды. Көрмеге бір күн қалғанда Арайлым. Бүгін ештеңе істеме. Бір жерге барамыз, деді. Қалай? Көрменің бәрі дайын емес қой, деп Марал тіпті шошып кетті. Бірақ Арайлым қарсы келмеді. Тек көлікке отырғызды. Қала сыртындағы тыныш демалыс орнына алып келді. Онда гүлмен көмкерілген үстел, жеңіл шай, жұмсақ музыкамен. Маралдың сүйікті дизайнерлерінің бірі бейне қоңырауға қосылып сәттілік тіледі. Бұл сенің арманыңа бір қадам жақындататын кеш, деді Арайлым. Марал көзіне жас алып, бұлай бағаларсың деп ойламаппын, деді. Сен бағалауға тұрарлық жансың, Марал, менің сіңлімдей болып кеттің. Ол кеш екеуінің жүрегіне мәңгілік естелік боп сақталды. Маралдың дизайнерлік көрмесі басталды. Зал толы адам. Журналистер, сән саласының өкілдері, блогерлер, бәрі бір адамның еңбегін көруге келген. Марал өзін бұрын-соңды мұндай сенімді еркін сезінбеген. Киім үлгілері сахнада бірінен соң бірі көрсетіліп жатты. Әрқайсысы оның жан айқайы, ішкі әлемі, жастық пен арманының көрінісі еді. Сахна сыртында Арайлым көзінен аққан жасын жасыра алмады. Осы күн үшін мен сенімен мақтанам, деді көрме соңында Маралға құшағын жайып. Сен тек үйдің келіні емес, болашаққа жол ашқан мықты әйелсің. Марал үнсіз құшағына еніп кетті. Екеуі арасындағы бар өкпе, түсініспеушілік, реніш сол құшақта еріп кеткендей болды. Кештің соңында көрменің жас дизайнерлер арасындағы үздік дебют аталымында Марал жеңімпаз атанды. Бұл оның ғана емес, Арайлым екеуінің де жеңісі еді. Сахнада жымиып тұрған екі әйелге қарап көпшілік бір нәрсені ұқты. Қан туыстығы ғана емес, жүректегі ниет пен шынайылық ең берік байланысты орнатады. Соңы. Сау болыңдар, достар.
Бүгінгі әңгімені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер жүрегіңізге жетсе, пікір қалдырып, өз ойыңызды бөлісіңіз, сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде қайта қауышқанша аман болыңыз, шабытпен өмір сүріңіз.